Армысыздар, ТДК қырғек арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар. Студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Елордада Ақорданың алдына шыққан 100 шақты ана биліктен мүгедек баласы бар отбасыларға баспана беруді талап етті. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Орал қаласында 900 орындық концерт залы бар Мәдениет сарайының құрылысы басталды. Орал қаласында полиция қызметкерлері 5 факті бойынша ұрлығы әшкере болған 1959 жылғы бау-кеспені қолға түсірді. Еңбек министрі 7 баладан артық көп балалы отбасыларға төленетін мемлекеттік жәрдемақының мөлшері өсетінін хабарлап отыр. Әр балаға 10.600 теңгеден есептегенде 15 баласы бар отбасы айына 159 000 теңге жәрдемақы беріледі. Ал Қазақстанда 15 бала тәрбиелеп отырған бір ғана отбасы бар. Ол отбасы солтүстік Қазақстан өңірінде тұрады. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов алқа мәжілісінде мәлімдеді. Сондай-ақ министр көпшілікті алаңдатқан жалақыны инфляцияға қарай өсіріп отыруға қатысты пікірмен бөлісті. Нұрымбетовтың айтуынша жұмыс берушілер бірлестігі бұл ұсынысқа қарсы шыққан. Жаңа жылдан бастап мемлекет көпбалалы отбасыларына жаңа жәрдемақы тағайындағаны мәлім. Онда 4 балаға 42 500 теңге, 7 және одан көп бала тәрбиелеп отырғандарға 74 400 теңге беріліп отыр. Бүгінде 370 000 отбасы осы жәрдемақыны алып бастады. Енді үкімет 7 баладан көп отбасыларға жәрдемақы көлемін көбейтуді ұсынып отыр. Елімізде 15 бала өсіріп отырған мерейлі отбасы бар екен. Мына өңірлерге барғанда да мысалы бір көп балалы ана бар. Менде 12 балам бар дейді. Кәмелет жасқа толмаған. Маған 7 балалы кісімен де бірдей 74 000 дейді. Сондықтан біз оны ақыры біз көп балалы аналарға дейді, соны бір әділетті болу керек шығар. Енді ең көбі 15 баламен тоқтадық. Бізде бір ғана жалғыз семья бар екен. Солтүстік Қазақстанда кәмелет жасқа толмаған 15 баласы бар. Еңбек министрлігінің алқа мәжілісінде мәлім болғанда енді әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасылар өтініш жазып, мемлекеттік органдардың табалдырығын тоздырмайтын болады. Еңбек министрлігі отбасының әлеуметтік картасын жасап шығарды. Осы карта арқылы 7 миллион отбасының жағдайын алдын ала біліп отырады. Оған 18,5 миллион қазақстандықтың мәліметтері енгізілген. Әлеуметтік карта арқылы қиын жағдайға тап болған отбасыға әкімдік, министрлік дер кезінде көмек көрсетеді деп сендіреді еңбек министрі. Жиында жалақы мәселесі де сөз болды. Жұмысшылардың құқығын қорғайтын кәсіподақ өкілдері жалақыны инфляцияға қарай өсіру қажеттігін көтерді. Алайда министрдің сөзінен түсінгеніміз, бұл жақын болашақта бола қоятын шаруа емес. Себебі жұмыс берушілер қарсы болып отыр. Вообще очень правильно постановка вопроса. Жалақы индексациялануы керек деп санаймын. Өкінішке қарай біздің заңда әзірге мұндай норма жоқ. Еңбек қатынастары әлеуметтік серіктестікке құралады. Мемлекеттің де, жұмысшылар мен жұмыс берушілердің де мүдделері ескеріледі. Кәсіподақтар Федерациясының қазақстандықтардың жалақысын инфляцияға байланысты өсіріп отыруды заңмен бекіту туралы ұсынысын министрлік жалпы қолдап отыр. Ол заңды тұрғыда бекітілуі мүмкін деп үміттендіреді. Жұмыс берушілер қанша қарсы болғанмен бұл мәселе әлі пысықталады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК қырғек телеарнасы, Елордада. Мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған аналар бас көтерді. Олар көп балалы отбасыларына жасалып жатқан әлеуметтік көмек, мүгедек бала бағып отырған отбасыларына да жасалуы тиіс дейді. Елордада Ақорданың алдына шыққан 100 шақты ана биліктен мүгедек баласы бар отбасыларға баспана беруді талап етті. Бүгінде елімізде 680 000 мүмкіндігі шектеулі жан бар болса, оның 88 000-нан астамы 18 жасқа дейінгі балалар. Туғанына немесе әртүрлі жағдаймен мүгедек болып қалған баласын бағып қағып отырған аналар алаңға шығып, үкіметтен, жергілікті биліктен баспана талап етті. Аналардың бұл жан айқайы тек бүгін ғана айтылып жүрген жоқ. Көптен бері көмек сұрап құзырлы органдардың табалдырығын тоздырған олар Ақорданың алдына шығуға мәжбүр болдық дейді. Мүмкіндігі шектеулі бала бағып байланып отырған аналар өмірдің қасіретін тартқан балалары ең болмаса өз баспанамызда тұрса дейді. Мүгедектік үшін алатын жәрдемақы баланың күтіміне жетер-жетпес. Анасы жұмыс істейін десе баласын қарайтын жан жоқ. Ал пәтер жалдап шаршаған олар мемлекет жалдамалы пәтерді кейін атына салып беру құқығымен берсін деген талап қойып отыр. Стройте для нас арендное жилье с правом выкупа. Мүгедек балалары бар отбасыларға кейін атымызға салып алатын баспана салыңыздар. Жылдан артық жүрміз. Мүгедек балалары бар аналар баспана сұрап жүргелі қашан жалға беретін пәтерді кейін атымызға салып алатын жағдай жасасын.
Без права выкупа, разве это реально? Жалдамалы пәтерді кейін жекешелендіруге мүмкіндік бермейтіні дұрыс емес қой. Ертең біз өмірден озғанда мүгедек баламыз далада қала ма, интернатқа жетімдер үйіне бара ма? Көзіміз тірі кезде балаларымызға жағдай жасағымыз келеді. Олар онсыз да ауру өмірдің қасіретін тартып жатыр. Соны көрмей ме жоғарыда отырғандар? Депутаттар берген пәтерді атына салып алып жатыр ғой. Аналар бас көтерген жиынға қала әкімі Алтай Көлгіновтің кеңесшісі келіп басып айтуға тырысты. Мен келіп, мен осы аналардың көпшілігімен осыған дейін де кездестік. Қала әкімі Алтай Сейдірұлы осы аналардың бәрін, басым көпшілігін осы бір аптаның ішінде қабылдады. Оған дейін де қабылдап жатыр. Он каждый день открытый, транспарентен. Көтерілген мәселелердің барлығы заңның аясында, қаланың төңірегінде шешілетін дүниелердің барлығы барынша шешіліп жатыр. Мұны аналар тұр, бұл кісілер кез келген уақытта оны дәлелдеп те айтып та бере алады деп ойлаймын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев тұрғындар алдында есеп берді. Есептік жиында облыс басшысы 2019 жылдың әлеуметтік экономикалық өсуі туралы баяндап, халықтың сұрағына жауап берді. Есептік кездесу барысы тікелей эфирде көрсетіліп қана қоймай, кал орталығы жұмыс жасады. Жиынға Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Дәурен Байтөлешев, аудан қала әкімдері мен мемлекеттік қызметкерлер, үкіметтік емес ұйым өкілдері, облыс тұрғындары қатысты. 2019 жылдың қорытындысы бойынша облыста 7 негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіш бойынша белсенді өсу байқалады. Атап айтқанда құрылыс жұмыстарының көлемі 25%-ға, негізгі капиталға инвестициялар 24%-ға, пайдалануға берілген тұрғын үйлер 12%-ға, өңдеу өнеркәсібі 9%-ға, ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 6%-ға өскен. Сонымен қатар өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 6%-ға төмендеген. Облыс басшысының айтуынша, бұл қарашығанақ кен орындарының объективті технологиялық себептерге және зауыттың бір айға жоспарлы жөндеуге тоқталуына байланысты. Кездесуде барлық саладағы жетістіктер туралы айтылды. Соның ішінде көптің көңілінде жүрген Орал-Атырау бағытындағы тас жолдың құрылысы назардан тыс қалмады. Орал-Атырау республикалық тас жолын кеңейтуге жобалық сметалық құжаттаманы біз биыл бастаймыз. Осы жұмыстар бойынша үкімет үлкен қолдау бізге көрсетіп отыр. Бүгінде Батыс Қазақстан облысында 26 мыңнан аса азамат үй кезегінде тұр. Олардың 1700-і көп балалы отбасылар. Өткен жылы кезекте тұрған 595 отбасы баспаналы. Биыл кезектегілер үшін 1710 пәтер тапсырылады. Өткен жыл тұрғын үй құрылысы үшін 16 миллиард теңге бөлінген. Кезекте тұрған 595 отбасы баспаналы болды. Соның ішінде 291 пәтер көп балалы отбасыларға берілді. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында 113 отбасы үй алды. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша биыл тұрғын үй құрылысына 21 миллиард теңге бөлініп, кезектегілер үшін 1710 пәтерді тапсыру жоспарлануда. Апатты және ескі үйлер мәселесін шешу мақсатында Орал қаласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында инвесторларды тарту арқылы тұрғын үйлер салу белсенді жүргізілуде. Бұл механизм бойынша 5 үй салынды, тағы 4 үйдің құрылысы жалғасуда. Сондай-ақ КПО Биве есебінен 2 үй салынбақ. Өткен жылы Ақжайық шағын ауданда инженерлік инфрақұрылым тарту құрылысы аяқталды. Облыс басшысының сөзінше, қазір осы жаңа аудандағы тұрғын үй және коммерциялық нысандар құрылысын бастау мәселесі талқылануда. Ауыл халқының өмір сүру сапасын арттыру мақсатында 2019 жылы Казталов ауданда 9 ауылды газдандыру аяқталды. Дегенмен газ құбыры Жұлдыз ауылына дейін жеткізілгенмен мердігердің жауапсыздығы тұрғын үйдегі көгілдір отынға қосу әлі аяқталмаған. Облыс басшысы бұл мәселе қатаң бақылауда болатынын айтты. Осы жылы Теректі ауданының 7 ауылын және Ақжайық ауданының 4 ауылын газдандыру жоспарлануда. Жалпы осы жұмыстарға 1,5 миллиард теңге бөлінді. Орайы келгеніз оңай бітер дегендей 2019 жылы 32 мың халқы бар 23 ауыл сапалы ауыз сумен қамтылды. Нәтижесінде халықтың орталықтандырылған сумен қамту үлесі 81-ден 86,8%-ға дейін көтерілді. 2020 жылы 26 мыңнан астам халқы бар 24 ауыл таза ауыз сумен қамтылатын болады. Осы жұмыстарға 6 миллиард теңге бөлінді. Облыс әкімі Ғали Есқалиевтің есебінен соң тұрғындар сауалдарын қойып, толғандырған мәселелерін айтты. Айтыскер ақын Сырымдық Бауыржан Шермеденұлы тұрғындар атынан 2 ұсынысты жеткізді. Білесіз, Оралда Қасымның үйі бар, бірақ ол үй басқа біреудің меншігінде. Біздің қазіргі күні Қасымға деген құрметіміз сол үйге тақтай тағумен ғана шектеліп тұр. Ал Дидар Қамиев деген ақынымыз Пугачевтің Пушкиннің үйін айтып, Пушкин 3 күн қонған үй музейі болды. Орыстың құрмет деп біз бұйра басын. Пугачев 2 рет қонған үйде музей, мейманның тастып біз мейманасын. Ал Оралдағы Қасымның тұрған үйі ала алмай тұр өзінің сыбағасын деп айтқан болатын. Бірінші ұсынысымыз сол Қасымның үйін музейге айналдыру жөнінде. Сол Дидар айтыста өзіңіздің де алдыңызда айтамын деген, біздер айтыстың аяғына қарай шақып қалып, сізбен жолыға алмай кетті. Қасым Аманжоловтың үйі туралы әрине естідік, Абаталайұлы.
давайте қарап шығайық. Расында ол жерде қазір басқа кісі тұрып жатыр, бірақ ақынның айтқаны дұрыс. Өз қараймыз қазір, мүмкіндік бар болар. Енді Абдулла Жумғалиевтің атағын егер зиялы қауым осы жерде отыр ғой, егер өздеріңіз бірлесіп маған сондай ұсыныс берсеңіз, мен президенттің атына сондай жолдауды жіберуге дайынмын. Ал студенттер атынан сөйлеген Айнаш болашақ мамандардың баспана жайын көтерді. Қазіргі күнде өңірімізде студенттердің жатақхана жетіспеушілігі көп деңгейде болып тұр. Кейбір арнаулы оқу орындарда мүлдем жатақхананың жоқ екендігі белгілі. Бар болған жағдайларда да бірінші курс студенттеріне немесе жасыл елде қызмет еткендерге немесе басқа өңірлерден келген студенттерге беріледі. Алайда өзіміз өңірдің алыс аудандарында тұратын студенттер жалдамалы пәтерлерде тұрып жатқандығында бар болған жағдайда да кейбір жатақханалардың сапасы сын көтермей тұрғаны барлығымызға белгілі. Осы жағдайда қашан арнаулы оқу орындары жатақханамен қамтамасыз етіледі және жоғары оқу орындарының жатақханалары қашан жөндеу жұмыстан өтеді? Қарындас, өзіңіз қайда оқисыз? Жоғары педагогикалық колледжде. Педагогикалық колледж? Бізде бұндай жағдай жоқ, бізде барлығы жақсы. Қазіргі таңда біз жатақханада тегін тұрамыз, бірақ біздің достарымыз, қазіргі таңда менің айналамдағы достарымыз көбі жатақхана таппай жүргендігінде жоғары оқу орындардың, мысалы медколледжде. Медколледжде былтыр 2 шағын жатақхананың құрылысын бастадық. Біреуі 180 орындық, екіншісі 50 орындық. Яғни 230 орындыққа медколледждің жатақханаларын биыл жазға дейін бітіреміз құрылысын. Ол жерде жеке инвесторлар, сондықтан олар өздері сапасын қамтамасыз етеді деп ойлаймын. Өйткені мен әрдайым айтып жүрмін. Мемлекет меңгеруі и жеке компания меңгеруі бөлек. Жеке меңгеруінің компаниясының сапасы одан жоғары болады. Және бірінші училищенің жатақханасын биыл осында трансформатор заводының басшысы болса, 300 орындық жатақхананы бірінші училищенің студенттеріне, яғни тек солардың осы колледждің емес, басқа да колледждердің студентіне 300 орындықты биыл ашамыз. Ақжол бар ма? Сауранбаев Ақжол жоқ па? 300 орындықты Омегада ашамыз и на Евразияда, Ледовый сарайдың қасында 150 орындық құрылысын биыл бастаймыз. Яғни қажеттілікті біз қамтамасыз етеміз. Есептік кездесуден соң облыс әкімі тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Қабылдау кешке дейін жалғасты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қалалық сотында кішкентай Аяру Ермекті қағып кеткен Петронин Валерийге қатысты үкім оқылды. Үкімді оқыған судья Магира Кетарова Валерий Петронинді айыпты деп танып, 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айыруға үкім етті. Бұдан бөлек Петронин автокөлік құралын 5 жылға дейін басқару құқығынан айырылды. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылдың 20 қарашасы күні Орал қаласында жан түршігерлік жол апатынан кішкентай Аяру Ермек қаза тапқан болатын. Аяру Ермекті өз көлігімен қағып кеткен Петронин енді өз жазасын темір тордың ар жағында өтейтін болады. Берілген мерзім 2 жыл 6 ай. Бұдан бөлек Орал қалалық сотының судьясы Орал қалалық әкімдігіне оқиға болған жерді жарықтандыру мен камера қою туралы ұсыныс жолдады. Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с лишением права управлением транспортным средством сроком на 5 лет. Отбывание наказания Петронин назначит в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Сот залында Аяру Ермектің әкесі Асылхан Қазиев те болды. Ол журналистерге берген сұхбатында айыпты Петронинді кешіргенін мәлімдеді. Сәбилер үшін кешірдім де мен ол кісіні. Тағы семья жаңағы қиналмасын, нетпесін деп. Басқалай. Орал қаласында полиция қызметкерлері 1959 жылға баугеспені қолға түсірді. Азамат Орал қаласындағы гараждар кооперативтерінде тұрақты түрде ұрлықпен айналысып жүрген. Ең көп зардап шеккен Победа гараждар кооперативі дейді полиция өкілдері. Қазір азамат 5 факты бойынша ұсталып, соттың шешімімен қамауға алынған. Қолға түскен азаматтың үйінен гараждардан ұрланған заттар тәркіленіп, полиция басқармасына жеткізілген. Победа гараждар кооперативінде ұрлық жасаған азамат бұған дейінде жылдары істі болған. Ол 2019 жылы ұрлық жасаған үшін істі болса, 2012 жылы есірткіні заңсыз сақтаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Полиция өкілдері егерде кімде-кімнің гаражына ұры түскен болып, жеке мүлкін жоғалтқан болса,
полиция басқармасына хабарласуын сұрайды. Себебі осы тәркіленген заттардың иесін табу, шығын мөлшерін анықтау жұмыстары күтіп тұр. Жалпы жыл басталғалы гараждарда 8 ұрлық тіркелген, оның 5-еуі ашылыпты. Ал былтыр гараж кооперативтерінде 123 ұрлық оқиғасы тіркелген, оның тек 43-і ашылған. Полиция өкілдері гаражды қойма ретінде ұстап, онда қымбат заттарды сақтамауды сұрайды. Іздестіру шаралар барысында 59 жылы азамат Орал қаласы тұрғыны қолымызға түсті. Бұл деген Орал қаламызда орналасқан гараж кооперативтерінен қылмыстық жолмен ұрлықтар жасап жүрген. Бірнеше факті қазір анықталып жатыр. Бүгінгі таңда 5 фактісі бар деп айта аламыз. Тағы да бірнеше фактылармен ойымызша біз айғақ заттар тәркіледік. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Орал қаласында 900 орындық концерт залы бар мәдениет сарайының құрылысы басталды. Өткен жылдың күзінде іргетасы құйылған нысан басында қазір қызу тірлік. Тіпті уақытынан да ерте аяқталып, ел игілігі жолында пайдалануға берілуде мүмкін көрінеді. 3 қабаттан тұратын мәдени нысан облыстағы ең ауқымды әрі келбеті келісті жаңа ғимарат ретінде көпшіліктің көңілінде қалып қана қоймай, тұрғындар рухани азық алатын айтулы өнер ошағына айналмақ. Мәдениет сарайының құрылысына қазірдің өзінде 200-ге жуық жұмысшы тартылыпты. Нысан 5-ші шағын ауданда орналасқан. Бетондық жұмыстар және қабырға көтеру жұмыстары басталып жатыр. Жоспар бойынша бұл объекттің тапсырылу мерзімі 2021 жылдың июль айы. Қазір уақытта барлық жұмысқа қажетті материалдардың бәрі жеткізілді. Қажетті заказдар берілді. Мәдениет ошағының құрылысына қаржы жер қойнауын пайдаланушы шетелдік компания есебінен қаралған. Мәдениет сарайы пайдалануға берілген соң 60 адамға жұмыс орны ашылатын болады. Көпбейінді мәдениет үйінің құрылысы бұл бірінші кезекте облысымыздың тұрғындарына мәдени демалыс жағынан жағдай туғызу. Бұл жерде тапсырыс беруші қаржыландыру КПО бюджеті арқылы жүзеге асырылып жатыр. Құрылыстың жалпы құны 9 миллиард 465 миллион теңге. Құрылыс жұмыстары өткен жылы басталған болатын. Жоба бойынша 926 көрерменге орын болса, оның 121-і балконда орналаспақ. Ал сахна 360 градусқа айналып тұратын болады. Сонымен қатар түрлі жиындарға арналған конференция көрме залы және дәмханада бір жерде болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында 3 жас маман президенттік кадрлық резервке қабылданған. Барлығы 13 мың адамнан оза шауып, білім мен білігін көрсеткен жастардың бірі Сәкен Нұртазиев. Ол қазір ақпараттандыру басқармасында басшы болып қызмет атқарады. Президенттік кадрлық резервті құрудағы мақсаттың ойлайтын, алатын, бүгінгі проблемаларға жанашыр қарай алатын жастардың буынын қалыптастыру. Біздің кейіпкеріміз осы мүдде аясында еңбек етіп жатыр. Сәкен Нұртазиев Батыс Қазақстан облысы бойынша жастар кадрлық резервіне іліккен 3 адамның бірі. Бүгінде ақпараттандыру басқармасында басшылық қызмет атқарады. Жастар кадрлық резервіне 13 мың жас маман өтініш берген. Соның ішінде 300 адам алға шыққан. Солардың бірі біздің кейіпкеріміз. Білімі мен біліктілігіне сенген жас маман бүгінгі заман талабына сай жас реформаторлар қалыптасуы керек деп есептейді. Іріктеу кезеңінен өткен 300 адам, ол жаңа тек қана 300 адам емес, жаңа буын қалыптастыратын. Бұл үлкен қоғамға, жас азаматтарға үлкен месседж деп айтуға болады. Жаңа реформа жасайтын, жаңа буын қалыптастыратын азаматтарды қалыптастыру сол жобаның ең басты идеясы. Президенттік жастар кадрлық резервін құру қажеттігін президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің сайлауалды бағдарламасында атап өткен болатын. Мұндағы мақсат бүгінгі заман талап етіп отырған озық ойлы, білікті, білімді жастардың тобын қалыптастыру. Қоғам ескі көзқарастағы мамандарға мұқтаж емес, керісінше жаңаша ойлай алатын, бүгінгі проблемаға басқаша көзқараспен қарай алатын жастардың билікке келуін талап етіп отыр. Мемлекеттік қызмет саласын квази мемлекеттік салаға білікті, білімді, креативті ойлай алатын жастарды тарту мақсатында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жастардың арасынан президенттік жастар кадрлық резервін іріктеу мәселесін өзінің сайлауалды бағдарламасында айтып өткен болатын. Қыркүйек айынан бастап осы жұмыс жүргізілді. Бізде 13 мыңнан астам адам өзін ниет білдірді соған қатысуға. Сол 13 мың адам ішінен 300 адам іріктелді. Президенттің кадрлық резервіне алыну үшін міндетті
міндетті түрде мемлекеттік қызметкер болудың қажеті жоқ. Өзіне сенімді, жасы 35-тен аспаған кез келген маман бақ сынай алады. Бастысы бірнеше сатыдан тұратын сынақтан сүрінбей өтсеңіз болғаны. Жанат Көшкінбай, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Спорт жаңалықтары. Орал қаласында спорттық бағдарлаудан ел біріншілігі басталды. Аталмыш спорт түрінен кең көлемдегі дода өңірде тұңғыш рет оздырылып отыр. Ел біріншілігінде республикамыздың 7 облысынан барлығы 180-ге жуық спортшы бағын сынауда. Қарағылық пен тапқырлықты ту еткен спорт түріне бүгінде қызығып жүрген жандардың қатары көп. Сондықтан болар біріншілікті ұйымдастырушылардың сайыстан күтері зор. Ал қазір осы бір спорт түріне Европада жіті мән берілген. Жас шамасы бойынша жарыстар апта сайын өтеді. Спорттық бағдарлау қазір универсиада бағдарламасында да бар. Енді олимпиада кестесіне енуде мақсат санайды. Тіпті шаңғы мен спорттық бағдарлау таяу уақытта қысқы олимпиада қосылатын секілді. Өңірдің осынау спорт түріне қосқан үлесі елеулі дейді сайысты ұйымдастырушылар. Бұған дейін Қазақстан Республикасы кубогын өткіздік. Қазақстан Республикасы универсиадасын өткіздік. Енді осы жылы бізге осы Қазақстан Республикасы чемпионатын өткізуді сеніп тапсырып отыр. Тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған сайысқа еліміздің түкпір-түкпіріне жиналған 7 команда бақ сынауда. Барлығы 180 спортшы. Жарыс бағдарламасы бойынша түрлі шақырымдармен қатар командалық эстафета ойнатылады. Жарыс жеңімпаздарына қысқы Азия ойындарына, әлем чемпионатына қатысуға мүмкіндік беретін ұпайлар беріледі. Қорытынды есеп қос күннің нәтижесі бойынша шығарылады. Получается, второй год. Первый год. Шаңғыдан спорттық бағдарлау түріне қатысқан биыл 2 жыл болмақ. Түрлі жарыстарда топ жардым. Бүгінгі жарыс мен үшін алатын орны ерекше. Біріншіден тәжірибе жинасам, екінші жағынан қысқы Азия ойындарына қатысу үшін ұпайлар жинамақпын. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Спорттық бағдардың ерекшелігі қашықтық белгілі жерден екінші жерге дейін көрсетілгенімен, жарыс барысында спортшылар одан да көп қашықтықты жүріп өтеді. Енді бағдарлаушылар алда болатын жарыстарға дайындықтарын пысықтайтын болады. Мейірман Нұрманұлы, Нұрлан Конашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын ТДК 42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.